Қамысты бұлақ шатқалындағы петроглифтер. Байзақ ауданы Ақбұлым ауылынан оңтүстік шығысқа қарай 4 шақырым жерде. Қырғыз Алатауының теріскей бетінен жоғы өрлейтін Қамысты бұлақ шатқалында орналасқан. Петроглифтер қола дәуірінен орта ғасырға дейінгі аралықта қамтитын археологиялық ескерткіш нысаны. Таудың күнегей қапталындағы қара гранит тастардың бетінде шекіп салған өнер туындылар кездеседі. Қазіргі таңда 50-ден астам суреттер белгілі. Жартас бетіндегі тау-ішкі, түйе, бұқа сияқты жануарлардың жекелеген суреттері және аңшылар мен жауынгерлер бейнеленген. Суреттер осы жерді мекендеген бір қауым тайпаның дүниеге деген таным түсінігін, тыныс тіршілігін баяндайтын белгілі бір мазмұнға құлаған көне заман шеберлерінің өнер туындылары. Бұл суреттер бір жағынан өткен дәуірлер мен қоғамның тарихынан сыр шертетін құнды дерек көзі болса, екінші жағынан оны салған адамдардың рухани жан дүниесін сездіретін ашық аспан астындағы галерея.